Адамның дене мүшелерінің ішінде бірінші болып аяқтың қартаятынын ертедегі қытайлықтар білген екен. Одан кейін ғана басқа ағзалар кәріліктің шырмауына түсе бастайтын көрінеді. Ендеше аяқ қартаймасын десеңіз, сонымен қатар аяқ арқылы өзге де ағзалардың саулығын сақтағыңыз келсе, мынандай кеңестерге құлақ асқаныңыз абзал. Қартаюдан сақтайтын табан массажы. Құрғақ массаж. Юнцзян нүктесін 20 рет үздіксіз басу керек. Бұл нүкте табанның орталығында орналасқан, суретте көрсетілген. Әр аяққа жеке жасайсыз, бірақ ауыртып алудан сақ болыңыз. Массажды таңертең және кешке жүйелі түрде жасап тұрыңыз. Осылайша аяғыңыздың қан айналымын жақсартып, бұлшықеттерді серіктеді. Ылғалды массаж. Жуынатын ыдысқа жылы су құйыңыз да оған аяғыңызды салып аздап қызара бөрткенше күтіңіз. Сондықтан да су температурасы 38-40 градус болсын. Содан соң екі аяқты сүлгімен жақсылап ысқылаңыз. Массаждың кереметтілігін бірден-ақ байқайтын боласыз. Көру қабілетіңізде мәселе туындап жатса, көздің аурулары көбінесе жас келген сайын астына бастайтыны белгілі. Мұның алдын алу үшін де аяққа жасалған массаж көмектесетін көрінеді. Ол үшін ағаш таяқшамен аяқтың екінші және үшінші саусағын жеңіл ғана 5 минуттай ұрғылау керек екен. Тап осы саусақтарда көздің рефлекторлық аймағы орналасқан. Табан ұрғылау құлаққа ерсілеу естілсе де, ежелгі қытайлықтар дәрігерлер табанды ұрғылаудың пайдасы молдығын айтқан. Ол үшін резеңке немесе ағаш балғаны алып, саусақ астындағы жастықшаларды бір мезгіл ұрып тұру керек. Тіпті бос бөтелкеде болады. Ұрғылаған соң бүкіл денеңізге жылы бір ағыс таралғанын байқайсыз. Ең бастысы жайбырақат, рахат күйге енгендігіңізді сезесіз. Бұл әдіс аяқтың ғана емес, бүкіл дененің қан айналымын жақсартуға таптырмайды. Адамның қозғалысының өзі өмірдің бір бөлшегі. Жаяу көп жүру деген жақсы ғой, бірақ оған да бір мезгіл массаж бен демалыс керек екенін ұмытпаған жөн. Егер аяғыңызға көп мән берер болсаңыз, қарттық сізді жақын уақытта мазаламайтын болады. Назарларыңызға рахмет.